Берке аю баға қойып үйренуде. Жаздың ортасы. Берке аюдың дүкенінде сауда қызып жатты. Есептеп қараса, бал емес жеміс-жидектер өте тез сатылып жатыр екен. Көп ойланбастан Берке аю жексенбі күні тауға шығып, көп қылып жеміс-жидектерді әкеледі. Оның қоржынында құлпынай, қарақат, таңқурайлар бар еді. Тәтті жидектердің хош иісі орманды тұрғындарын менмұндалап шақырып жатты. Ақыры тұрғындар жидекке құмартып жатыр екен, мен де бағасын көтеріп көрейін деп шешті Берке аю. Орманды тұрғындары тәтті жидектерді сағынып қалған екен, қымбатсынбай ала берді. Міне, қоян кішкентай көжектеріме деп, дәмі тіл үйіретін құлпынайдан 2 шелек алып кетті. Артынша түлкі келіп, сүйрік саусақтарымен алманың ең піскендерін таңдап, ол да 2 шелек және әкетті. Берке аюдың қуанышында шек болмады. Таудан теріп әкелген 5 қап жемісінің бір аптада таусылып қалғанын байқамай қалды. Келесі жексенбі Берке аю тауға тағы барып, 10 қап жеміс теріп әкеледі. Қайтар жолда орманды тұрғындары тәтті жемістерге құштар екен, тағы да бағасын қымбат қоямын. Қыста қоншықтарыма жаңа шана әперемін деп армандайды. Өзіне көңілі толған Берке дүкеніне келіп жемістерді себеттерге ретімен орналастырды. Үстіне ақ халатын жамылып, келушілерді күтіп отырды. Алайда бәрі Берке аю ойлағандай болмай шықты. Дүкенге кіргендер өзара күбірлесіп кетіп қала берді. Тәтті жидектерді ешкім алмады. Кешқұрым дүкенін құлыптап жатқан Берке аю көңілсіз еді. Балғын жидектерді неліктен ешкімнің алмағанын түсіне алмады. Оның себебі тек ертесіне белгілі болды. Ертеңіне таң азанымен апалы-сіңлі торғайлар келеді. Сөрелерге қарап, «Ой, аю еке, құлпынайың қымбат қой. Тауда құлпынай толып жатыр, сол жерден теріп жейміз», деді де ұшып кетті. Олар солай істегенімен қоймай, басқаларға да айтып үлгереді. Осы оқиғадан кейін Берке аю жаңа теріп әкелген 10 қап жидекке алаңдай бастады. Босқа бұзылса обал ғой. Осыны ойлаған Берке аю, егер тауарлар сатылмай жатса, бағасын түсіру керек деп шешті. Ертесіне солай істеп еді, келушілер саны тағы да артты. Ормандағы жидек көп пе, аз ба? Оларды теру оңай ма, қиын ба? Сапасы жақсы ма, нашар ма деп саралай келе, бағасын қою керек екен. Осылайша Берке аю саудада баға қоя білуді өз тәжірибесінде үйренді және оның маңыздылығын білді.